Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Анаргүл. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді болып шығатын сочниктардың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір таза ыдысымызға 3 ас қасық қантымызды саламыз, және де бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, осы екеуін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Қант пен май бір-біріне араласып, жақсылап біріккенше миксерлеп аламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды саламыз, және де 2 ас қасық қаймағымызды салып, осының барлығын тағы да жақсылап бір миксерлеп аламыз. Қатты көп араластырудың қажеті жоқ, жай ғана бір-бірімен араласса жеткілікті. Ендігі кезекте ұнымызға бір шай қасық қопсытқышымызды саламыз да, жақсылап араластырып алып, осы ұнымызды жұмыртқалы массамызға барлығын бірден салып, жақсылап миксердің ең баяу жылдамдығында бір араластырып аламыз. Көп миксерлемейміз, жай ғана бізде ұнымыз біріксе болғаны. Содан соң қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осылай біріккен соң қолымызбен жақсылап бір илеп жібереміз де, көп илеп отырудың қажеті жоқ. Қамырды жақсылап бір-біріне біріктіріп, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол арада начинкасын дайындап алатын боламыз. Салмасына сүзбе керек болады. Сүзбеге 1 жұмыртқаның сарыуызын және де 2 ас қасық қаймақ саламыз, және де 1-1,5 ас қасық ұн саламыз, және де қант саламыз. Егер сіздердің сүзбелеріңізде қант болмаса, міндетті түрде қант саласыздар. Менде сүзбенің өзінде қант болғандықтан қант салған жоқпын. Осының барлығын енді жақсылап бір араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Ескерте кететін бір жайт, достар, сіздердің сүзбелеріңіз міндетті түрде құрғақ сүзбе болуы тиіс. Болмаса біздің сүзбеміз ағып кетуі мүмкін, сондықтан да құрғақ сүзбе таңдағандарыңыз дұрыс болады. 1 сағат тұрған қамырымызды алып, осылай ұзынша етіп созып аламыз да, оны теңдей етіп 10 бөлікке бөлдім. Егер сіздер сочниктарыңыздың кішілеу болғанын қаласаңыздар, одан да көп бөліктерге бөлсеңіздер болады. Мен осылай теңдей етіп 10 бөлікке бөліп, әрқайсысын домалақ формаға келтіріп алдым. Енді кезекте әрбір қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен қатты жұқа қылмай, шамамен 5-6 мм шамасында жайып аламыз. Содан соң салмасын ортасына салып, үстін жауып, 2 шетін басып қоятын боламыз. Міндетті түрде 2 шетін басып қойыңыздар, өйткені піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Видеода барлығы анық көрсетілген, жақсылап қарап алсаңыздар болады. Сочниктардың барлығын дайындап алғаннан соң, осы сочниктардың бетіне 1 жұмыртқаның сарыуызына кішкене сүт қосып жіберіп жағып шығамыз. Ең алдымен осылай қамырына жағамыз, содан соң сүзбеміздің үстіне де кішкене жағып, алдын ала міндетті түрде қызып тұрған 180 градус пеште қызартып пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді сочниктарымыз дайын. Қалауыңызша бетіне қант ұнтағын сеуіп әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін, достар. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Әсіресе кім сүзбені жақсы көреді, сол жандарға міндетті түрде жасап көруі тиіс. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.